Ыбырай Алтынсарин, малшы мен маса. Бір малшы көлеңкеге келіп жатып, қасқырдан иттеріне сеніп жатып, үстінде көк шалғынның самал желге тырайып қалды сабасы ұйықтап қатып. Келеді қара жылан шағайын деп, қапысын ұйықтағанда қағайын деп, малшыны сол уақытта маса шақты оятып, бұл бәледен қағайын деп. Ұйқысын малшы оңды ашпай тұрып, өлтірді шағып тұрған масан ұрып, көтеріп жерден басын біраздан соң, қарады жан жағына мойнын бұрып. Достығын сары масаның сонда ұғып, сөзімнің сөкпеңіздер шолақтығын, демеңдер сөз жазуға олақтығым, жыланды көрген шақта малшы өкінді, келеді бір-біріне жолатқызғым. Мысалы, қазақ малшы ұйықтап жатқан, жыланды бәледелік аңдып баққан, оның түрін көргенмен сарымаса, халықты оянсын деп сөзбен шапқан. Ойлаймын, осы сөзде жетеме деп, қатты айтсам сөзім батып кетеме деп, ұйқысы ашылмаған жұрт өзімді, қорқамын сарымасадай етеме деп. Осы эстафетаны Бәйдібек ауданына жолдаймын.